Bäriňize selam dostlar. Sizlerle birge menen SPS. Ya dostlar, biz ikinci bölümünü жалғастыратын bolamыз. Next RP-ның. Ya bilesizler, birinci bölümünde biz автосалонга келген bolamız. То есть автосалонга келген bolatımız. Ne Allah, Lamborghini. Lamborghini. Көрсөтүп тастаган. Бәрінде не кылып жазылган. Bir RP ауыстырылып жазылган. Алдыңғы сериясында біз деген автосалонга, короче, мен ұмытып қалдым, не келгенімізді. Алдыңғы сериясында сіздерге айтқан болатынмын, автосалонды қарайтын боламыз деп, бүгін қарайық. Бізге задание болған бізде, любой автосалонға кір деген. Оны орындадық, бізге 2 донатный валюта берді. Так, правилдасамыз міне. И және сіздерге алдарыңызға Мерс AMG GT деп білмеймін. Бұлар көпсір бағаларын достар, оларға ақша білмеймін. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, бұған да жайлап қол жеткізерміз бұл машиналарға да. Бағасы өте қымбат бұл машиналардың. Міне AMG, Черная Молния, Гелик, білмеймін, GTR, Бэха, Мерс, көп Мерс, Audi, Татамано, R8, Porsche, так, Хорасан ба қалай айтады, кім бұны? Гусейн демек, Диман, екеуін бір өңкеді ғой. i8, Баха, короче, мұны көріпсіздер бағаларын қай берсе көп. Мұны Aventador, Agera, Bugatti, короче, мына ойдан шыққан машина, бұл шақында. Мінеке, мына осы ең қымбат магазин болу керек. Авто магазин деп ғой. Ең қымбат машина тұратын осыны сатылады, короче. Так, бізге тағы бір задание, достар. Біз бүгін сюжетный заданиедан құттай шығартырамыз да, ежедневныйге кіреміз. Орысша. Запусти свой плейлист в кинотеатр. Так, короче, бізге кинотеатр қарау керек, достар. Мен мотоциклым қайсы мопедім. Мынау ма екен? Я, осы екен. Так, қыздырайық. Бізге, короче, кеше алдыңғы сериясында бізде мотоциклдың дауысы шығып қалған болатын. Мен настройканы істедім, оның бәрін істеп қойдым. И бізге, так, қайда бару керек деп едім. Я, кинотеатрға баруымыз керек. Міне кинотеатр найти рядом. Шоу шығып кетті ғой, емақ күтетімді достар. Налардың даусынан менің даусым шықпай қалады. Так, голос азайтайық, двигатель азайтайық кішкене. Мотоциклдің дауысы қатты шығып тұр, кеттік. Нағасқа дұрыс мотоцикл түспеген екен, розовый түсінде мотоцикл алып тұр. Так, кеттік. Бұл қайда баратқан білмеймін. Күні бәріне розовый болған ба? Мопедті рандомның деді береді түсінде. Так, кинотеатр міне. Алдымызда кинотеатр. Так, бұған баруда деген жалпы проблема. Айналып бару керек. Қысқасы мен осы жерге мопедімді заглушить етіп, сөндіріп, осы жерге бара қойыншы. Так, бұл заданияларды білем достар. Өзімнің алдыңғы бөлімде айтып өткендей менің екінші центральныйда өзімнің ойнап жүргеннен бар. Так, 2 этаж бар, бірінші этажға керек. Так, келдік мына. Афиша дейді, білмеймін екен. Так, пока біз екінші көргендеміз. Мінекей, мынау кинотеатр. Короче, біз мына жерде өзіміздің бір немізді көрміз керек. Балансты пополнить етуіміз керек. Мен 91 теңге салам, теңгеміз доллар ма не валюта саламын. Сосын өзіміздің ютубта любой видеоны қарауға достармен, конечно, өзіміздің қараймыз. Менің бір интромды қарай көріп, өйткені аз секундтық видео, аз ақша. Көріп тұрғандарыңыздай, міне мен бірінші сериям, Next RP-ның бірінші сериясы шығып тұр, оны қарау үшін 7383 теңге болады, валюта ма, бәрі бар, көріп тұрғандарыңыздай. Онда, так, мен ең арзаны міне 91 теңге, интро заказ Абубека дейді. Беканың маған жасап берген несін қарайық. Міне, задание орындалды. Окей. Болды, кинотеатрдан қазір көрсету керек. Менің осы немді қарайық. Интромды. Көрсетпей қалды. Мен
осыны байқап жүрмін, что-то көрсетпейтін болып қалған. Жарайды достар, оған қарамай ақ қояйық. Жалпы осындай кинотеатрдан қарауға не екенін білмеймін, бірақ кинотеатрлардан именно менде ма или басқа бәрінде сондай ма білмеймін точносын, бірақ бәрінде де осындай жағдай болып жүр. Егер админдері көріп отырса осыны дұрыстайтын. Точносын білмеймін, ол өзімізден ба әлде ол басқадан ба, короче білмеймін. Так, біз заданяның бәрін орындадық. Міне задание жоқ, енді большой Ивановичке бару керек. Короче, бұл біздің алдындағы машиналармен арпалысатын столда жұмыс жасайтын болу керек. Так, кет. Начай. $400 береді валюта, сосын 550 экспо береді. Короче, бұл бізге уровень көтеруге. Бұл жақын жерде екен. Кеттік, жақын бара қояйық, өйткені ар жақта жол жоқ. Жол бар, бірақ жауық тұрады. Так. Жоқ, бірақ бізге поговорить с Анжелой дейді. Алдындағы қызбен сөйлес дейді. Бірақ бізге задание бойынша сол қызға батыр. Сол қызға бара жатыр. Бізге тағы бір задание беру керек. Так, мына алдайды, мына жерде өлең жүріп жатыр. Так, мына жерде бірдеме айтып, внимание, сейчас придет МП перестрелка, всем желательно писать плюс. Так, достар, бүгін задание қойып тұрып осында барамыз ба? Всем желательно писать плюс. Перед тем, как написать репорт. Репорт қағаз дейді. Репорт біздің транспорт. Репорт деген, так. Бірінші осы жерде. Міне. Осында ма екен? Қалай екен? Репорт осы жалпы. Мына жерге тағы плюстер қойық. Так, репорт перед тем, как написать репорт. Жоқ. Так, достар, мен өзім қарап көрейін, сосын сіздерге қайтадан қосылатын боламын. Келдім, міне, перестрелка дейтін жерге. Адамдардың дауысы өте қатты шақсырмаған. Сіздерге қалай келмеймін, бірақ маған қатты өтті. Не болып жатыр? Түсініп отқан жоқпын, қазір кірдім. Не істеу керек? Жоқ, көріңізге трек. Мен ең құттай сияқтымын қолдай. Звание бойынша, екінші уровень. Так, короче, бітек. Мұнақта тұра бергенше, короче, мысалға кіретін болсақ, сол кезде бастарын. Ребята, говорите привет, я видео снимаю. Так, достар, мінекей жайлап дуэл екен, бұл дуэл сияқты, дуэл ма, дуал ма. Короче, достар, мінекей бізді бөліп тастады командаға, ар жақта тағы адамдар бар. Біз бәріміз тоқылбаспыз, хитманбыз, біздің бір адам өліп қалды. Өйткені Михаил админ өліп тастады, өйткені ол уже атып бастап кетті да, ойын басталмай жатыр. Короче, енді күтіп тұрық. Қазір басталу керек. Уже план құрып жатыр адамдар. Менікі бір жаманы прицелға кіргенде өте тез қозғалады да, соған жөнім келді. Кішкене жай қозғалып алмаймын. Мен бірінші өліп қалатын шығармын осы орынға. Так, у нас задание бар. Награда, то есть. F6 болса керек. Так, алайық мұны. Сондай да болып қалды. Так, міне достар, бастап кетті. Менің дауысым естілмей қалам екен. Так, мына жаққа секіп кету бар ма екен? Ох. Өлтірдің ба? Ох, мен жизнім аз екен ғой, ё-майо. Мен өлтірген сияқты, өйткені маған статья жазып кетті. Барсам екен, достар? Таста бармай ақпай, мен жизнім аз екен. Ой.
Полициядан бір шықтық. Жатайық, емделейік. Өкінішке орай біздің жолымыз болмады. Басында мен уже наградамды алайын деп жатқанда басталып кеткен жаман болды. Так, достар, біз емделіп болдық. Енді больницадан шығайық. Так. Жоқ, біздің қарнымыз ашып қойған жоқ. Нормально. Так, достар, мәне біздің анжерге баруымыз керек. Анжелаға баруымыз керек. Так, мен мопедімді шығарып алайын. Мына қасыма. Өйткені мен мопедім қай жақта қалғанын уже білмеймін. Так, кеттік. Анжелаға барайық. Заданиямызды жалғастырайық. Өкінішке орай анада ұтылып қалдық. Білмеймін нешінші жол өлгенімді, бірақ тез ұтылып қалдық. Келдік, достар. Привет, красавчик. Меня 70 прошло от Иванча. Передавай его, вроде... Приведай его, вроде ему не здорово. Кстати, держи телефон. Телефон менде 7 бұрында бар жалпы. Так, кеттік. Бізге қайттан жаққа бару керек. Сол жаққа барайық. Келдік. Бұған, короче, лекарство алу керек. Аптекаға бар. Аптекаға барайық. Аптекадан алдық. Енді қайттан Иванға апарайық. Иван деп айтайыншы мен. Так, достар, мынаның заданиясын болдық. Ивановичтің. Так, бізге бірдеме келді. Заданияның эффектіні басып қарай аласың. Я, білем. Мына біреу тюнингі. Мұны біз келесі сериясына қалдырамыз. Кабан. Так, достар, осы жерден аяқтайық видеоны. Сіздерге ұнатты деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Осы видеоны, осы ойынды ары қарай жалғастырамын қаласаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий. Сіздермен болған мен Энес Поезд. Сау болыңыздар.